Белгілі балалар жазушысы Сансызбай Сарғасқаевтың есімі жасөспірімдерге жақсы таныс. Ол 1925 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Шарбақты колхозында туған. 1943-48 жылдар аралығында армия қатарында болған. Армиядан қайтқан соң Қазақстан пионері Жұлдыз журналында қызметте болды. Ол жастық шағын бірде былай деп жазған еді: біз кішкентай үгітшілер едік. Бригадалар мен фермаларды аралайтынбыз. Газеттер мен журналдарды оқып беретінбіз. Жауынгерлік листоктар шығаратынбыз. Концерттер көрсететінбіз. Біз сауатсыздыққа қарсы күрестік. Ауыл шаруашылығының зиянды жәндіктерін құртыстық. Масақ терістік. Жорыққа шығатынбыз. Жас бөбектер мен қарттарға жәрдемдесетінбіз. Мұны ешқашан ұмыта алмайсың. Мойнына алқызыл галстук тағып, пионер болып, жас ұландар ұйымының жұмысына жасынан белсене араласқан Сансызбай Сарғасқаев 1949 жылы Республикалық пионер журналының бетінде сын атты алғашқы әңгімесімен көрінді. Осы шағын әңгімесінде ол батыр ағасына еліктеген жас пионер арқылы шындықты сүюді, адал болуды жазды. Жазушының достар, бір отрядта, жұмбақ қыз, 3 сурет, жақсы аға, тәмпіш қара секілді жас жеткіншектерге арналған бірнеше шығармалары бар. Соның ішінде Сансызбай Сарғасқаевтың Тәмпіш қара повесі 30 жылдардағы ауыл өмірін суреттейді. Повесть 9 бөлімнен тұрады. Бөлімдері: танысу, тілеп алған азап, әзіліме шыныма, өкініш, теке қарт, не болды бізге, бұдан кейінгі күндерде, ойламаған жерден, 3 күн қалғанда деген бөлімдерден тұрады. Басты кейіпкері Тәмпіш қара Шаншатай. Повесте Шаншатайға тән әдептілік, ұқыптылық, еңбексүйгіштік қасиеттер көрінсе, Ертай бойындағы өнерге құштарлық, дүниені бала көзімен қабылдау қасиеттері танылады. Шаншатай бойындағы асыл қасиеттер әдептілік, ұқыптылық, тазалық.